Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге осындай әдемі пышный бисквит әзірлейтін боламыз. Бізге керекті жұмыртқа, жұмыртқаның ағы мен сарысын бөлек-бөлек бөліп аламыз. Су, сұйық май, құм шекер, ұн, қопсытқыш, какао. Үшеуін біріктіріп араластырып қойдым. Ең алдымен ыдысымыздың ішін тазалап, құрғақ салфеткамен сүртіп алып, ішіне жұмыртқаның ағын салып, жақсылап миксерлеп, кішкене миксерлеп көбіктеніп келе жатқанда құм шекерімізді аз-аздан бөліп отырып миксерлейміз. Аз ғана бөлігін жұмыртқаның сарысына ап қаламыз. Стойкий пенка болғанша жақсылап тұрып миксерлейміз. Ортасынан бөліп жібермеңіздер, бисквиттеріңіз көтерілмей қалады. Қою пенка болуы керек. Яғни миксердің басына қою болып тұруы керек. Не көріп тұрғандарыңыздай осындай қоюлықта болуы керек. Құм шекері таза еруі керек. Енді ыдысымызға жұмыртқаның сарысын саламыз. Кішкене миксерлеп жіберіп, құм шекерімізді салып, ағарғанша жұмыртқамызды миксерлейміз. Миксерлеп алдық. Енді үстіне сұйық майымызды, суымызды құямыз. Лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Оның үстінен құрғақ ингредиенттеріміз саламыз, яғни ұн, какао, қопсытқыш. Үшеуін араластырып қойған саламыз. Миксерлейміз, қою болады, жағын қорықпаңыздар, себебі қазір жұмыртқаның ағын қосып араластырамыз. Дайын болды, не осындай қоюлықта болады. Енді бұған жұмыртқаның ағын бөліп, үш бөлікке бөліп араластырып отырамыз. Бірденнен сала салмаңыздар, жұмыртқаның ағы басылып қалмауы керек. Бөліп араластырып отырамыз. Видеоны ұзақтау етіп түсірдім, себебі сіздерге түсінікті болуы үшін. Екінші бөлімін саламыз. Жақсылап тағы да араластырамыз. Яғни видеоны мен сіздерге түсінікті болу үшін толығымен салып отырмын. Қалған бөлігін салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Міне осындай болады. Дайын болды. Енді ыдысымызға құямыз. Қызып тұрған пеште 170 градуста жарты сағатта пісіп шығады. Піскенін шпажканың көмегімен немесе шидің көмегімен осылай тығып көресіздер. Ұшы құрғақ болса піскені таза. Осылай теріс қаратып аударып қоямыз. Бисквиттеріміз төмен түсіп кетпеу үшін. Енді суығанда осылай күлеңкісін алып, жан-жағын пышақпен босатып аламыз. Осылай аударып, астынан төмен қарай жай түсірсеңіздер оңай алынады. Міне қараңыздар, қандай әдемі болып көтерілген. Биіктігі 7 сантиметрдей. көріп тұрғандарыңыздай.
биік болған. Бисквитіміздің кішкене көтеріліп тұрған бетін осылай кесіп алып тастаймыз. Тортқа кедергі жасамау үшін. Үш бөлікке бөліп аламыз. Өз қалауларыңызша қақ ортасынан бөлсеңіздер де болады, екі бөлікке. Үш бөлікке бөлсеңіздер де болады. Міне, ортасын қараңыздар, қандай әдемі көтерілген. Мына кішкене аппақ болып тұрған жері ол ештеңе етпейді, жұмыртқаның ағы кішкене араласпай қалғаннан. Видеом ұнаса лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Кіріп, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің басқа да салған видео рецепттерімді жіберіп алмас үшін.